Енді бизнес бастауға ниетті не кәсібін кеңейткісі келетін кез келген жас жеңілдетілген несие алады. Әрі микрокредиттерді берудің жаңа тетігі де әзірленіп қойған. Яғни 1 қаңтардан бастап 21 мен 35 жас аралығындағы жастардың сыйақы мөлшерлемесі 2,5%-дан аспайтын несиелерге қол жеткізуге мүмкіндігі бар. Бірақ қарыз алу үшін кепіл қоюға міндетті болмақ. 1 қаңтардан бастап жастар үшін жеңілдікті микрокредит берудің жаңа тетігі енгізілгелі отыр. 5 миллион теңге көлеміндегі микронесиелер 21 мен 35 жас аралығындағы қазақстандықтар үшін қолжетімді болмақ. Қарызды кәсіп бастауға немесе кәсібін кеңейту үшін де алуға мүмкіндік бар. Яғни тауар өндіру, қызмет көрсету, сату секілді бағыттарда жұмыс істейтін жастар несиені конкурстық негізде рәсімдейді. Ал бұл бастама кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде іске асырылмақ. Микрокредит кез келген мақсат үшін 5 жылға дейін, ал мал шаруашылығына 7 жылға дейін мерзімге беріледі. Сондай-ақ негізгі берешек пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезеңі көзделген, ал микрокредиттеу мерзімі ұзақтығының 1/3-ден аспайды. Қарыз аграрлық несие корпорациясы арқылы берілмек, яғни екінші деңгейлі банктердің қатысы болмайды. Әрі жылдық сыйақы мөлшерлемесі 2,5% болып бекітіліп отыр. Бірақ 5 миллион теңгеге дейінгі кредитті алу үшін кепілге зат қойылуға тиіс. Сарапшы Мақсат халықтың пікірінше, қаржыны корпорация арқылы үлестіру құптарлық шешім. Себебі бұған дейінгі ірі жобаларды қаржыландыру кезінде екінші деңгейлі банктер үлкен тежегіш күш болған. Бірақ кемі 5000 жастың жұмыссыздық мәселесі шешіліп жатса, бастаманы қолдауға толықтай негіз бар дейді экономист. Бұл әрине соншалықты көп деп ойламаймын өз басым, өйткені бізде жұмыссыз жастардың қатары әлдеқайда көп. Және де жыл өткен сайын осы жұмыссыз жастардың қатары қатты ұлғайып келе жатыр. Дей тұрғанмен, сол ең бір оңтайлы жері төмен пайызбен берілетіндігі және ауыл шаруашылық бағытында тіпті 7 жылға дейін мерзімге дейін созылып берілетіндігі, бұл бір артықшылықтар ретінде қарастырған жөн. Келесі жылы бизнес бастауға ниетті жастарды қаржыландыруға 28 миллиард теңге бөлінгелі отыр. Бұл шамамен 5700-ден астам қазақстандық жеңілдетілген несие ала алады деген сөз. Ал жобаның нәтижесі қандай боларын уақыт көрсетпек. Нұрболат Жаңабекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.